Сәлем достар, Даригу каналына хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен классикалық құймақтың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте оңай жасалады, қарапайым рецепт, әрі жұп-жұқа, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысқа жұмыртқаны жарамын, оған шым-шым тұз және қантты салып, жақсылап араластырамын. Енді осыған 200 мл сүтті құйып араластырамын. Одан соң үстіне ұнды сеуіп, жақсылап араластыру керек. Осылай жасасаңыздар, ешқандай түйіршіктер қамырда болмайды. Енді қамырға соданы қосып араластырамын. Одан соң қалған біздің сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамын. Сол кезде қамырда ешқандай түйіршік, ештеңе болмайды. Енді 3 қасық сұйық өсімдік майын қосамын. Жақсылап араластырып аламын. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай консистенцияда болу керек. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Енді қызып тұрған табаны майлап жібереміз. Сосын құймақтарымызды бір-бірден пісіре береміз. Осылай барлығын екі жақ бетінен қызартып пісіріп аламын. Достар, мен барлығын пісіріп шықтым. Осыншама болып шықты. 22 сантиметрлік диаметрде пісіріп шықтым. 18 штук шықты. Қараңыздар, өте жұмсақ, жұп-жұқа болып шығады. Кез келген салма салып ұсынсаңыздар болады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәл осымен жасасаңыздар, сіздерде де міндетті түрде дұрыс шығады. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.